Дәріс номер 8. Қазақстан топырағының экологиясы. Топырақтың экологиялық қызметі, топырақ түзуші негізгі факторлар, климат, өсімдік, топырақ түзуші жыныстар, жер бедері, тірі ағзалардың тіршілік әрекеттері және жаратылысынан жасампаз адамзаттың түрлендіруші әрекетінен қалыптасады. Топырақ биокостық табиғи жүйе. Ол әртүрлі биосфералық және экожүйелік қызмет атқарады. Атмосфера, литосфера, гидросфера құбылыстарының қалыпты жүруіне, сонымен қатар айтарлықтай дәрежеде қоғам дамуының әлеуметтік экономикалық жағдайларын анықтайды. Топырақ биоценоздың тіршілік ортасы, сонымен қатар қоршаған ортаның антропогендік ластанудан пайда болған оттық заттардың физика-химиялық және биологиялық сіңірушісі. Топырақтың экологиялық қызметі оның химиялық, физикалық және биологиялық ерекшеліктермен байланысты, және де ол топырақ жамылғысының құнарлық дәрежесімен реттеледі. Топырақтың экологиялық қызметі оның маңызды генетикалық көрсеткіші болып табылады. Табиғат қорларын пайдалану нәтижесінде бұзылып ластануы оның мүлтіксіз деградацияланып шөлейттенуіне алып келеді. Қазіргі таңда Қазақстанда 180 миллион гектар жер шөлейттенген. Бұл Қазақстан жер көлемінің 60%-ын құрайды. 12 миллион гектардан астам егістік жерлердің қарашірінді мөлшері әртүрлі дәрежеде азайып, құнарлығы төмендеген. 60 миллион гектар жер тұзданып, кебірленген. 33 миллион гектар жер химиялық және радиоактивтілік ластанған. 30 миллион гектар жер эрозия мен дефляцияға ұшыраған. Топырақ жамылғысының антропогендік шөлейттенуі ауқымы мен қарқыны жағынан жыл санап үдей түсуде. Олар Қазақстанның барлық өңірлерін қамтыды және биологиялық әртүрлілікті қысқартып, экожүйенің потенциалын төмендетуде. Кең байтақ Арал өңірінде соңғы 40 жыл ішінде ауыр экологиялық ахуал орнады. Амудария мен Сырдария бассейнінде су жер қорларын тиімсіз пайдалану Арал теңіз деңгейінің апаттық төмендеуіне алып келді. Соның салдарынан топырақ жамылғысы тұзданып, жел эрозиясына түсті. Іргелес жатқан аумақтар отты химиялық заттармен ластанды. Аэрозолдардың жылдық шығыны 7,3 миллион тонна, соның ішінде 50-ден 70 мың тоннасы тұздар. Қазіргі таңда күрделі экологиялық жағдай батыс Қазақстанның ірі өндірістік және ауыл шаруашылық өңірлерінде орнаған. Мұнда көмірсутек шикізаттарының 90%-дан астам зерттелінген және потенциалды қорлар орналасқан. Жылына 35 миллион тонна мұнай өндіріледі және өндіру қарқыны жылдан жылға артуда. Өндірістегі мұнай, газ, кәсіпшілік аумағының топырақтары өте күшті білінген және мұнаймен, сонымен қатар әртүрлі улы химиялық реактивтермен ластанған. Мұнай өнімдері мен газдардың апатты шығарылымдары атмосфера ауасын, жер асты сулары мен жер бетіндегі суларды, топырақ жамылғысын ластайды. Мынау кестеде жайық мұнай кәсіпорындарындағы улы шығарылымдардың мөлшері көрсетілген. Жыл өткен сайын улы шығарылымдардың мөлшері артып бара жатқандығын байқаймыз. Көптеген кен орындары, әсіресе ескілері күшті суландырылған, беткі қабатта күшті минералданған кәсіптік суларды жинақтайды. Кен орындарының аумағында топырақ жабыны қарқынды техногендік қысым әсерінде болады. Морфогенетикалық кескіннің бұзылу дәрежесінің жоғарылығымен, мұнай химиялық ластанумен және сарқынды кәсіптік сулармен тұзданумен өзгешеленеді. Мұнаймен ластанған топырақтардың кескіні шикі мұнайға қанығады. Топырақ бөлшектері шайырлармен, асфальтпен және парафиндермен желімделіп қалады. Құба қоңыр түске ие болып тығыздалады. Зерттеулердің көрсетуі бойынша мұнаймен ластанған топырақтарда әртүрлі улы химиялық заттар, соның ішінде ауыр металдар, мырыш қорғасын, ванадий, никель және тағы басқа жинақталып, ұзақ уақыт сақталады. Қара жіріндінің фульфа қышқылдары токсиканттармен жақсы еритін қосылыстар түзетіні және кескін бойынша ауысатындығы, ал гумен қышқылдарының оларды топырақтың қатты фазасына жинақтайтыны анықталды. Каспий маңындағы мұнай кәсіпшілігінің аумағында мұнай химиялық ағынның қалыптасу саласында
мырыштың, мыстың және қорғасынның жалпы және жылжымалы түрлерінің шекті мәнінен жоғары жинақталуы байқалады. Құба шөлейтті топырақтарда сульфатты хлоридті тұздану елеулі түрде басым болады. Ластану ағынның транзит саласында Қосшағыл, Қаратон, Қошқар, Сарқамыс кен орындары, шалғынды теңіз маңындағы топырақтарда және сор топырақтарда жалпы мырыштың мөлшері 20-дан 55 мг килограммына, мыстың мөлшері 29, қорғасының мөлшері 40-дан 55 және кадмийдің мөлшері 2 мг килограммына құрайды. Олардың жылжымалы түрлерінің мөлшері, әсіресе қорғасының мөлшері 6-дан 16 мг килограммын артады. Топыраққа жоғары натрий хлоридті тұздануы тән. Ластану ағынның жеңілдену саласында Тереңөзек, Прорва, Сыбалғынбай, Каспий теңізінің жағалауындағы қамысты кен орындарында топырақта қорғасынның 24-тен 40 мг, мырыштың 8-ден 23 мг килограммына, теңіз маңының солтүстік бөлігінде мырыштың 62 мг дейін мөлшері күрт артады. Топырақтың тұздануы теңіз маңындағы сортаң топырақтар мен сор топырақтың дәрежесіне дейін жетеді. Каспий маңындағы топырақтарда Жайық өзенінің аңғарында, Бұзаш түбегінде және Өлі қолтық шорында жоғары мөлшер анықталды. Жалпы бордың мөлшері мұнда орташа көрсеткіштерден 5-6 есеге асады. Ластанған топырақтар көптеген мұнай қамбалары және ұңғылар, Каспий теңізінің суларын улы химиялық элементтер мен ластаушылардың басты көздері болып табылады. Соңғы жылдары Каспий теңізінің шығыс жағалауында мұнай көмірсутектері мөлшерінің 3 еседен артқандығын деректер көрсетеді, және де ол 0,1-ден 0,2 грамм деңгейінде болды. Барынша көп шоғырлануы 0,6-дан 1 мг килограммына дейін жетеді. Батыс Қазақстанның аумағында ірі сынақ полигондары Капустин-Яр, Лира және тағы басқа орналасқан. Жалпы аумағы 1,4 миллион гектар Азгер полигонында 45 жыл ішінде 29 атом жарылыстары жүргізілді. 24 мың зымыран жойылды. Нәтижесінде топырақ жамылғысы радиоактивтік стронций, цезий, плутоний, зымыран жанармайларының қалдықтарымен, зымыран сынақтарымен ластанған. Солтүстік Қазақстанның негізгі мол астық беретін өлкесіндегі қара және қоңыр топырақтарында потенциалды экологиялық қауіп қалыптасуда. Мұнда ұзақ жылдар бойы дәнді дақылдардың монокультурасын өсіру нәтижесінде топырақ құнарлығы кеми бастады. Қара шірінді мөлшері азайып, суға берік құрылымы жоғала бастады. Су, жел эрозиясы қарқындап, қуаңшылық пен аңызақ жел өршеді. Қазіргі кезде ауылдық жерлерде шаруашылықтың көп салалы түрлерінің енгізілуіне байланысты ауыспалы егістік пен тұқым шаруашылығы жүйесі айтарлықтай өзгерді. Органикалық және минералдық тыңайтқыштар аз енгізіледі. Ол топырақтың жоғалтқан құнарлылығының орнын толтыра алмайды. Гербицидтер мен пестицидтердің қолданылуы жоқтың қасы десе де болады. Бұл әртүрлі арамшөптердің жайылуына үлкен жол ашады. Топырақ өз құнарлылығының 30% жоғалтып, экологиялық қорғаныс қабілетін төмендетеді. Топырақ құнарлығын бастапқы қалпына келтіру қазіргі жағдайда мүмкін емес. Бірақ та егістіктерді тиімді пайдалану, тыңайтқыштарды енгізу, ауыспалы егістікті оңтайлы жүргізу және тағы басқа технологиялық тәсілдерді қолдану топырақтың деградациялану процесін бәсеңдетіп, топырақ құнарлығын сақтауға септігін тигізеді. Орталық және шығыс Қазақстан өндірістік өңірлеріндегі топырақ жамылғысының жергілікті жер шеңберінен аспайтын ошақтарында техногендік бүлінуі мен уытты химиялық заттармен ластануы тіркелінді. Жыл сайын атмосфераға 3-тен 4 миллион тонна химиялық ластаушы заттар шығарылып, топырақ бетіне қонады. Павлодар, Өскемен, Қарағанды, Теміртау сияқты өндіріс орталықтарында улы заттардың өзіндік биогеохимиялық аномалиялары қалыптасты. Мұнда ерекше қауіпті бұрынғы Семей ядролық полигон аумақтарындағы радиоактивті ластанған топырақтардың салдарлары тудырады. Соңғы жылдар оңтүстік Қазақстанның суармалы жерлері мен жайылымдарында эрозиялық процестердің қарқын артуда. Тау беткейінен жыл сайын 1 миллион метр куб тиімді ылғалы ағып кетеді. Қара шіріндісі 400 мың тонна шамасындағы 19 миллион тонна топырақ сумен шайылып кетеді. Бұл шығындарды қалпына келтіру үшін жыл сайын 2,5-нан 2,6 миллион тонна көң төгу керек. Топырақ жамылғысын жүйесі және бақылаусыз пайдалану
топырақ өсімдік жамылғысының жойылып кетуіне әкеліп соғады. Бұл олардың эрозияға қарсы күресу қабілетін төмендетеді. Сонымен қатар Тянь-Шань мен Жоңғар тауларының беткейлерінде сел жүруі және сейсмикалық құбылыстар қауіпті. Мынау кестеде Қазақстанның жер ресурстары және бүлінген жерлерінің көлемі көрсетілген. Облыстар бойынша бұл кестеден қарайтын болсақ, жыл сайын топырақ экологиясының басты назарда тұрғандығын және жыл өткен сайын өте күрделене түскендігін байқаймыз. Сонымен Қазақстан топырақ жамылғысының қазіргі экологиялық жағдай өзінің критикалық шегіне жетті. Шөлейттену процесінің күшеюі халықтың тіршілік ету деңгейін төмендетіп, елдің экономикасына кері әсерін тигізеді. Топырақтың экологиялық қызметінің тұрақсыздануы жылдан жылға артуда. Қазіргі таңда ғылыми негізделген тиімді нұсқауларсыз топырақтың өзін өзі қалпына келтіруі ойдағыдай нәтиже бермейді.